Кешіріңіз қарындас. Пранк. Сен жындысың ба? Телефон бәрі істемей қалды ғой, сен қуасың ба? Мен Астанаға кетуім керекпін ғой вокзалға. Алматыда жаңбыр ұрып тұр. Қазір бір жесткий пранк жасау керек болып тұр осы жерде. Қолымда шелек бар. Қазір толтырып алайын. Кім шомылудың құрбаны болайын деп тұр екен? Қазір көреміз. Қызға жасайын ба оған ба? Мына толсын қазір. Қызық болайын деп тұрады. Су толды. Қазір қызық болады енді көреміз. Зонтигі бар екен, қызық емес. Кешіріңіз қарындас. Пранк. Сен жындысың ба? Телефон бәрі істемей қалды ғой, сен қуасың ба? Мен Астанаға кетуім керекпін ғой вокзалға қазір. Пранк. Кешіріңіз, просто қазір. Киіміңізді де өзіміз алып береміз. Жындысың ба? Мен вокзалға қалай барам, басын істемей ма? Жоқ, просто пранк. Ба? Мен қалай барам, киіммен вокзалға қалай барам, пойызға. Жоқ, просто. Мені шақыра, мен кабинет. Жоқ, қарындас, просто пранк, әшейін пранк қой, просто қазір. Жоқ, киіміңіз бәрі. Астанаға барам мен. Жоқ, киіміңізді сатып береміз. И билетті де әперем Астанаға. Мен қазір кетуім керек вокзалға, пойызға билет алып қойғам уже. Пойызға сосын билет. Табылады ғой пойызға билет, мен өзім тауып беремін билетіңізді. Вообще жынды екенсің ғой сен. Не үшін құйдың менің үстіне суды? Жоқ, просто жылысу үшін кішкене жылысын деген ғой кішкене. Сен вообще Жоқ, нормально, бәрін реттеп береміз. Болмаса, былай ақшалай да берейін, кешірім сұрайын. Пойызға да билетсіз да краскеңіз ағып отыр. Ренжімейсіз ба? Просто ана камера түсіріп тұр ана жерде. Ешқандай ренжімейсіз. Бәрін істеттерім. Астанаға пойызбен кетіп тұрасыз ба? Иә. Бопты, мен сізге самолетпен әперем билет. Бөлек қанша бір 50 мың теңгеңізді берейін. Бола ма? 50 мың берейін. Сонымен кешіресіз ба? Киім алып бересің еще. Мен суық киіммен қалай қайтам қазір? Бопты, киім әперем. Іш киім подарок. Жоқ. Жарайды бол, бәрін әперем. Просто ренжімейсіз, біз кешкісін видеоға салатын боламыз. Я достар, ойынымен қарындасымыз бүгін Астанаға пойызбен кетіп баратыр екен. Енді үстісі болдық енді. Бірақ ренжімейді деп ойлаймын. Өзіне қазір көрсеттім. Динара Өтегенова Нұр-Сұлтан қаласына бүгін ұшады. Яғни немен пойызбен емес, Алла қаласа самолетпен ұшатын болады. Точно ренжімейсің бе? Ақа, ренжімеңіз. Бас істемесе екі аяқтың соры деген. Настроениеңіз қалай, нормально ма? Қазір киім алуға баратыр енді. Үсті су енді. Басылды ғой, ренжісің е кішкене. Күліп қойшы, күлші бір. Күлген, күлсе әпәді. Тәп-тәуір қыз екен, күлсе негізі күлмейді просто ше. Киім алуға келдік. Әпшем настроениесі әлі көтерілмей жатыр. Қазір киім алғанда көтеріліп қалатын шығар деп ойлап отырмыз енді. Женский киім қайда сататын таппай жүр. Ана әпшем жүр анда. Девушка, где здесь женские вещи продаются? Сейчас 8-й, 9-й дальше. Спасибо. Қазір күшті киім таңдап қойдық. Қазір опа. О, қалай, нормально ма? Ұнап тұр ма? Кәне артқарақ қойыңыз. Ойбай, керемет, күшті. Ұнап тұр ма өзіңізге? Құтты болсын, киіміңіз үстіңізде толсын. Бүйтіп енді үстіңізге ешкімге су құйғыза бермеңіз, жарай ма қарындас? Ойбай, бірақ қандай красавица екенсіз, негізінде мойындай салайын. Әдемі қыз екен, иә? Бір әйел болатын қыз екен. Басыңыз бос па қарындас? Еще басы бос екен.
Senin artığın tapmadım. Sagan bergen süttü ешкімге сатпадым. Әпше деп қоямын. Жап-жас қыз екен ғой, қажы болсын. Қарындасымыз екен ғой, мінекей Алматы әуежайына келдік. Жаңағы ағып кеткен краскілерін восстановить етіп отыр, восстановить етіп. Айтпақшы, уәде бергенде жаңа 50 мың теңгені давай Каспийге жіберіп тастайын. Сонымен не жоқ. Жоқ, мен уәде бердім ғой. Жоқ, рахмет үлкен. Алладан қайтсын, еркекше сөзіңізде тұрып уәде берген уәдеңізде тұрдыңыз. Рахмет, киім де алып беріп жатырсыз. Пойыз емес, самолетке билет алып беріп, осылай мен шығарып салып. Рахмет, соңына дейін еркекше сөзіңізде тұрып. Басты реніш жоқ қой. Жоқ, реніш. Жақсы. Сізге ақ жол емес, көк аспан. Ал, жақсы. Жол болсын. Сау болыңыз. Ренжімеңіз тағы да. Пока. Ертең. Да, пока, жол болсын. Өзің Көк аспан. ұзақ іздеп